Ассалаумағалейкум қазақ халқы. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз Музарт тобының Анаға сәлем деген әнінің басындағы кіріспесін үйренеміз. Бізге тапсырыс түскен еді. Ал сабағымызды бастайық. Уақыт созбайық. Каналымызға тіркеліп өтіңіздер. Лайк басыңыздар. Достарыңызға міндетті түрде бөліс қойыңыздар. Ал кеттік кәне. Бұл енді таза домбыраның партиясы. Жалғыз естілсе бір түрлі естілуі мүмкін. Бірақ егер минусовкасы болса, бірге қосылып ойнасаңыздар, онда бір өзінің ләззатын аласыздар. Ал кеттік онда. Бірінші пернені ұстаймыз. Қараңыздар. Төмен екі рет қағаздар міне. Мен бірден екі шекет қоса берейін. Негізі музыкамен ойнағанда деп асты ғана теріледі. Болмаса осылай үйретеге. Қараңыздар. Астың теріп енді мүмкіндікке қарай, өйткені біреулерінде қиын болуы мүмкін. Қараңыздар міне. Астыңғы шек, мына саусақпен. Төмен екі рет. Сосын мына екінші саусақ екінші пернеге барады. Жоғары аласыздар. Осылай болады. Кейін бірді аласыздар, ұстайсыздар қарады. Тағы төмен, одан кейін ашасыздар, жоғары кетеді. Міне осыған дейін бәрі сол астыңғы шек бойына болады. Осылай істедік. Кейін қайырдан бірді ұстайсыздар, төмен шертесіздер. Барлығын қоссақ, міне осы әуен тан-та-та-та-та-тан деген сөз. Міне бір, екі, бір, ашық, бір. Осы ойнағанымыз, үйренгеніміз бізде екі рет қайталанады. Міне көрдіңіз бе? Тағы да ойнаймыз. Екі рет ойнадық, Енді та-та-та-та-та-та-тан деген жер бар. Бұл төрт ұстайсыздар, төмен. Сосын екіні ұстаймыз. Жоғары, іліп көрдіңіз. Сосын бір. Сосын бір. Төмен. Сосын ашасыздар, жоғары. Бұған осы төрт дыбысты ойнағанда тез ойнау керек міне. Осылай болады. Енді көреміз, қателестім. Осылай екіге барады екен. Кешіріңіздер, қателестім. Кім қателеспейді? Барлығы қателеседі, Міне 4, 2, 1 ашпаймыз, екіге барамыз әрден міне. Осылай болады екен, Көрсетем тағы да. Осылай болады, Сосын бірді ұстаймыз, төмен, одан кейін ашасыздар, жоғары кетеді. Осы жерде, именно осы жерінде міне. Бірді салып, сосын жоғары қаққанда, сол жоғарына барғанда, бірді сәл кідіріс жасап ойнайсыздар. Қараңызшы міне. Жай ғана былай емес. Осылай емес. Яғынан ашқанға кішкене ғана дыбыс керек. Оның алдындағы бірге сәл созып ойнайсыздар міне. Сосын тез ойнады. Осылай болу керек. Одан кейін қайрадан ашқаннан кейін бірді қайрадан ұстаймыз, төмен, одан кейін екінші перне, екінші саусақ, жоғары. Барлығын қоссаңыздар. Осылай болады міне. Кейін ашасыздар, төмен кетеді. Міне. Осылай болады. Енді осы жерге де үйренген жеріміздің барлығын басан басып қосайық. Бұл бізде біріншісі жаңа кіріспенің біріншісі жолы ойналды деген сөз. Кеттік әлі. Сосын ойнадық. Ары қарай екіншісі. Енді бұл жерде екінші үстіңгі шек қосыла бастайды. Ұстайсыздар. Ашық қалпында шертесіздер, төменгі шекті. Төмен екі рет. Сосын бірді ұстайсыздар. Жоғары кетеді. Сосын қайрадан осыны шерткеннен кейін қайрадан ашасыздар.
көрсем. Сосын ашамыз. Кейін кейін 1, 2 ұстайсыздар. Оған жоғары кетеді. Осы 1 мен 2 жоғары қаққаннан кейін, осы қалпында қайрадан екеуін бірдей ашамыз, төмен кетеді. Екі шек бірдей ойналады. Енді қосайын. Осыны тез ойнап көрейік кәне. Бұл да бағанағы бірінші сияқты 2 рет ойналады. Кейін бұл екінші ұстайсыздар. Төмен 1, жоғары, қайран ашық, төмен. Одан кейін 1 мен 2 ұстайсыздар үстіңгі, бұған жоғары кетеді. Енді қосамыз. 2, 1, ашық, 1 мен 2. Бұл да тез ойналу керек. Одан кейін, осыдан кейін жаңа ойнағаннан кейін ашасыздар. Бағанағы жерде ұқсас жер бар, яғни біріншісі қағызды. Кідіріс, сосын одан кейін 1, 2 ұстағанда тез ойналып кету керек. Кейін осы 1 мен 2 ұстағаннан кейін ол жоғары қалғады. Қайрадан ашамыз. 2 шекті қағыздар. Төмен. Сосын 1-ді ұстайсыздар. Жоғары. Қосамыз. Сосын үстіңгі 2 қосады. Төмен кетеді. Енді таза өштерін көрсетейін. Осылай болу керек. Енді оның алдындағы жерін ойнайтын болсақ. Осылай болу керек. Енді толығымен екінші әуенің ойнеге, екінші жолын. Осылай болады. Ары қарай үшінші жолы. Деген жері. 2-ні ұстайсыздар. Төмен 2 рет. 4-ке барамыз. Жоғары. Сосын 2-ке қарай барасыздар. Төмен. Сосын 1, жоғары. Қайрына 2, төмен. Төмен 2, 4, 2, 1 жоғары, 2 төмен. Қосамыз. Бұл да бағанағы басындағылар сияқты 2 рет ойналады. 1 рет, 2 рет. Кейін осылай кетеді. 6 ұстайсыздар. Төмен, сосын 4 жоғары кетеді. Одан кейін 2 төмен, сосын 4 жоғары. Осылай болады, тез ұнады. Кейін 2-ні ұстайсыздар. Бұған да жаңағындай кідіріс, созып, сосын 1 тез ұнады, жоғары. Осылай болады. Кейін 2 қайрадан, төмен, 4 жоғары, сосын 1. Міне осы жері. Осылай болады. Нағын 1-ге барғанда тез барады. Кідіріс. Осылай болады. Енді осы үшінші жолын толығымен қосайық қана. Соңғы жолы қалды. 4-ші жолы. Төмен 2 рет қағыздар. Сосын 1-ге барасыздар. Бағанағы 2-ші жолын ойнадық қой, дәл солай ойналады басы. Дәл солай. Солай 2 рет ойнаймыз. 2 рет
ойнадық қой жаңағындай екінші бөлімдегі сияқты, екінші жолда сияқты. Бір рет. Одан кейін бірді ұстайсыздар. Төмен. Сосын 5. Міне 1, 5, төмен екеуді. Кейін 8 ұстайсыз. Ол да төмен. Сосын 9. 9 төмен, 8 жоғары. Сосын 6 төмен. Енді көрсетем міне. Екінші жолында басындағы 2 ойналады. 2 рет солай. Ойналды. Сосын 1, 5, 8, 9, 8, 6. Қосқанда тезірек, Міне осылай кетеді. Осымен біздің жаңағы выступлениеміз аяқталады. Енді қосайық барлығын, басынан бастап. Деп бітеді. Болды, міне осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта аманшылықпен кездесейік. Тағы да осындай Музарттың әндеріндегі осындай кіріспелерін үйренейік. Үйренем десеңіздер жазыңыздар, пожалуйста. Музарттың көп әндерінің кіріспелерін мен негізі білем, ойнай алам. Көп Музарт негізі Мейрамбек көбіміз қолданады осындай домбыралардың үйлерін. Сондықтан да үйренем десеңіздер, бір жер қызық болса, жазыңыздар комментке. Міндетті түрде үйренеміз бірге. Ал кеттік. Ассаламу алейкум.